Батыс өңірінде орналасқан Орал шаһарының сәніне сән қосып тұрған ғажайып ғимараттардың бірі Қадыр Мырза Әлі атындағы облыстық мәдениет және өнер орталығы. 2015 жылы бой көтеріп, биыл құрылғанына 10 жыл толған ғимараттың жалпы көлемі 3960,7 шаршы метрді құрайды. Әдеттегі нысандардай 4 бұрышты емес, жалпы пішіні жарты шар тәріздес. Жанындағы қабырғасы толқынға ұқсайтын заманауи сәулет үлгісіндегі ерекше ғимараттың авторы Халықаралық архитектура академиясының архитекторы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Саматбек Кәженұлы Бөкебай. Ғимараттың дөңес жақ беті ақ түсті жабындымен қапталғанмен, көк түсті үш бұрышты әйнек пішіндерді де байқауға болады. Бұлар ғимараттың сыртқы көрінісін киіз үйге ұқсатып тұр. Сәулетшілер мұндай идеяларымен ұлттық нақышты заманауи үлгіде көрсетуді көздегендері байқалады. Ғимаратқа кіру жағы да нысанның осы дөңес бетінде орналасқан. Алдыңғы кіреберісте қызғылт түсті тіреу бағандар және әйнекпен қапталған есік орналасқан. Есіктің жоғарғы жағында мекеменің атауы жазылған. Ал ғимараттың толқынға ұқсас жақ бетіндегі панельдер түріндегі терезелердің көп бөлігі қанық көк түсті. Сонымен қатар горизонталь бағытта ақ түсті жолақтармен бөлінген. Айта кетерлік тағы бір ерекшелігі, ғимараттың толқынды жақ бетінде сонау Колизейден бастау алған дүниежүзіндегі санаулы ашық аспан асты сахнасының сапына енген 1125 орындық амфитеатрдың болуы. Орталықтың бірінші қабатында мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның халық жазушысы ақын Қадыр Мырза Әлінің мемориалдық кабинеті, ақын Жанғали Нәбиуллиннің атындағы оқырман бөлмесі бар. Ал екінші қабатында 150 орындық концерт залы орналасқан. Сондай-ақ орталықта конференц залы және көрме залдары бар. Ғимарат алаңында Қадыр Мырза Әлі ескерткіші монументалды мүсіні бар. Монумент авторлары мүсіншілер Ринат Абенов, Ербол Зиябеков және Ибрагим Айденов.